Екінің бірінің аузында жүрген Дорама линия С да того хит болып кетті ғой. Көбіңіз менен Дорама жайлы көп сұрайсыздар. Ал мендегі алғашқы краткий пересказ болсын, олай болса. Сәлемдер, мен Диана Кю, миларыңызды жаруға дайын болыңыздар. Өйткені роликтің соңында ешкім байқамаған детальдар мен теорияларды айтып шығамын. Басты рөлдегі қызымыздың туылғаннан бері келе жатқан ерекше күші бар. Ол адамдардың басынан қызыл линияларды көреді. Ал қызыл линия болса, сол жалпы адамда қанша жыныстық қатынас болғанын көрсетеді. Қыздың аты Хён. Қап-қараңғы барлық терезелері қағазбен жауып тастаған квартирада өмір сүреді. Сыртқа қарап қалса болды, адамдардың басынан шығып тұрған қызыл линияларды көреді. Тек өз көзімен көріп қана емес, тіпті суреттер мен телевизордан да көре береді. Хён кішкентай кезінде бұның не екенін түсінбейтін, өскен сайын миына жетіп бастады. Бір күні оның мамасы Хённың сызған суретін тауып алады да, сызылған линия арқылы күйеуінің измена жасап жатқанын түсінеді. Солай өз қолымен күйеуін өлтіреді. Оны көрген Хён қатты қорқып қалып, менің қызыл линияларды көре алатынымды енді ешкімге айтпаймын деп шешім қабылдайды. Ол еще не істесе де өлмейді. Прикинь, енді Хён мен точно неге қызыл линияларды көретінімді, менен басқа біреу көре ма жоқ па анықтаймын дейді. Ал мынау бабник, детектив Джей, басындағы линияларды қарасаңыздаршы. Ай, ұятсыз. Ал мынау оның жиені Сана. В общем, как всегда, басқа дорамалар сияқты оған класстастары буллинг жасайды, қинайды, мазақтайды. Если скажешь кому-нибудь, то я тебя отсюда сброшу. Ертесіне Сана нағашынан ақша сұрайды, бірақ сол кезде оған буллинг жасағанын нағашысы біліп қояды. Ал Сана болса, сенің жұмысың болмасын дейді да есікті тарс етіп жауып кіріп кетеді. Ал мына жігіт злодейлеріміздің бірі деп айтайыншы, ол да қызыл линияларды көре алады. Типа, ұялмайсыңдар ма деп оларды, яғни линиялары көптерді өлтірумен айналысады екен. Дәл солай тағы біреуді өлтірейін деп жатқанда Хён кіріп қалады. Оның артынан детектив те келеді. Тура соңында оған оқ атып үлгереді ғой. Хён крышада отырып очкиін шешіп еді, бүкіл аспаны қып-қызыл болып тұр. Ал енді мына әйел учитель Ли. Ойбой, бұның қызығы көп әлі. Сана өзіне буллинг жасап жатқан қызбен төбелесіп жатқанда екеуін ажыратып алады. Сана мектептен кетерде бір очкидің тұрғанын байқап қалады да өзіне алады. Үйіне келіп тағы көрсе, басынан бір жіп ұшып тұр. Ары қарап, бері қарап, тегі ұстай алмайды. Тура сол кезде нағашысы келіп қалып еді, оның жіптерін көріп айғайлап жібереді де қашып кетеді. Көшеде жүргенде қараса, барлық адамның басынан қызыл жіптер ұшып жатыр. Әбден ойланып, оның не мағына беретінін түсінеді. Сөйтіп нағашысына қарап күліп жібереді. Блин. Мектепте де адамдарға мұқият қарап, мә саған не деген ұятсыз адамдар деп таң қалады. Ал мына қыздың линиясы чота мектептің ішіне қарай кіріп тұр. Сана барып қараса, мектептегі ағайға қарай екен. Фуй. Сана көшеде сол екеуін көріп қалады. Ағайды және оны мазақтап жүрген қызды. Суретке түсіріп алып, сол қызға жібереді. Ну, типа угрожать етіп жатыр ғой. Сөйтсе ана қыз, жындысың ба? Мен әлі 18-ге толмағам ғой, ешкім мені жазалай алмайды, жынды қыз деп жауап береді. Онда ағайдың өзіне жіберем деп шешеді. Ағай сразу қорқып кетеді. Сана ешкім білмесін десең 20 миллионыңды дайындап қой деп жазып жібереді. Сонымен вкусына кіріп кеткен Сана барлығын солай қорқытып ақша сұрайтын болып кетеді. Бірақ Хён Сананың очки арқылы линияларды көретінін біліп қояды да, мынаны қайдан алдың деп сұрайды. Ой, білмеймін, шкафыма біреу қойып кетіпті деп жауап бергенде, очкиіңді бермеймін деп алып қояды. Сана болса, әкел беріп, осыдан көре тұр, бәрінің бетін ашып позор қыламын дейді. Санаға буллинг жасап жүрген қыз Сананы аңдып жүріп, очкиін ұрлап кетіп, тағып алып көшеге шықса, адамдардың қызыл жіптерін көріп, Сананың қалай оның ағаймен бірге жүрген біліп алғанын түсінеді. Ағай Санаға келде 20 миллионыңды алып кет деп жазады. Бірақ айтқан жерге барса, төй, менде қазір ақша жоқ, қиындық болып жатыр, мені түсінші деп жатқанда, оған телефонына сообщение келіп қалады. Ашып қараса, әйелі оның оқушы қызбен жүріп жүргенін біліп қойыпты. Ағай жынданып, неге айттың деп Сананы төбеден итеріп жібереді.
Енді очкиді мектептегі басқа ағай тауып алады. Тағып көріп басқалардың қызыл жіптеріне қарап жүргенде учитель Лиге қараса, оның басында ешқандай жібі жоқ екенін көріп таң қалады. Бара-бара очкиді киіп жүретіндер де көбейе бастайды. Сананың нағашы зерттеп жүріп очки жайлы біліп алады да Хёнға барып, санада линия бар ма жоқ па деп сұрайды. Хён, я, бір штук бар дейді. Кім ол, кластасы ма деп сұраса, жоқ, кластасы емес. Точно басқа біреу, бірақ кім екенін біле алмадым дейді. Хён кластасы Джонсонмен бірге бассейннің алдында тұрып өзін суға тастап жібереді. Джонсон қорқып кетіп Хёнды құтқарып қалады. Кейін неге бұлай жасадың деп сұраса, мен адамдардан қызыл линия көремін деп бәрін айтып береді. Джонсон, қарашы, менде линия бар ма жоқ па деп сұрайды. Хён тура менікі сияқты сенде де жоқ деп айтады. Джонсон оның барлық сөздеріне сеніп, сен басқашасың деп айтады. В общем, екеуі бір-бірін ұнатады ғой. Ал мына жақта Сананың нағашысы детектив болып жүргенінде дәл сол очкиді тауып алады да тағып көреді. Өзінің жіптерін көріп, аузы ашылып қалады. Басқаларға қарап, мә саған деп таң қалып отырды. Әй, басқаларға қарамай бірінші өзіңнің жіптеріңді біліп алшы деу керек қой оған, иә. Жиенімнің жібі кімге жалғанып тұрғанын табуым керек дейді. Мектепке келсе тек қана учитель Лиде ғана қызыл линия жоғын көріп, мә саған деп қалады. Сөйтсе учитель Лиде өзі де линияларды көреді екен. Міне, мен негізі білгем осы апайдың бірдеңе жасыратынын. Жұмыстан қайтып бара жатып, оған больницадан хабарласады. Сосын телефонына біреу Сананың фотосын жібереді. Нағашысы қорқып кетіп больницаға жүгіріп кетеді. Сөйтсе жиенмен бәрі жақсы екен, бірақ анықтап қараса Сананың линиясы қимылдап тұр. Бұл деген Сана жыныстық қатынаста болған адам осы жерде жақын жүр деген сөз. Тура сол кезде есікті ашып нағашысының папасы кіріп келеді ғой. Очкиді бір шешіп қайттан кисе, Сана мен папасының линиясы бірге болып тұр екен. Өз папасының жиенін зорлағанын түсініп, оны аямай ұра бастайды. Мә, менің конкурентім пайда болды ау деймін. Жадра Гранде деген канал шығыпты. Тура мен сияқты әртүрлі қорқынышты оқиғалармен, қызықты факттармен бөлісіп отырады екен. Әзірге тек 2 видеосы ғана бар, бірақ кәдімгідей қызық. Давайте тез-тез 1000 подписчикке жеткізіп жіберейік. Жадра Гранде деп іздеңіздер, немесе описаниеда ссылка тұр, сол арқылы өтсеңіздер де болады. Ал мына жақта Хён мен оны ұнататын жігіт екеуі бірге бір қызыл сызық пайда қылады. Сосын көшеде серуендеп жүргенде жігіті қазір екеуміз жейтін бірдеңе алып келем деп кетіп қалады. Хён айнаға өзіне қарап тұрса, басындағы линия бірден жоқ болып кетеді. Сөйтсе жігіті қайтыс болған екен. Хёнды шантаж жасап біреу мектепке кел деп жазып жібереді. Хён Сананың нағашысымен бірге барады. Хён жүгіріп кабинетке кіріп кетіп, өзімен өзі жоқ болып кетеді. Мына жақта детективіміз не болып жатқанын түсінсем бұйырмасын деп тұр ғой. Кришаға шыққаны сол еді, басқа әлемге тап болады. Сөйтсе Ли апайымыз адамдарға очки таратып, линиясы көптерді өлтіріңдер деп бұйрық беріп жүреді екен ғой. Ты же знаешь, как я люблю! Ал өзінің линияларын қарасаңыздаршы. Нағыз ұятсыз Ли апайдың өзі екен, в общем. Ли апай детективке әкеңнің жиеніңді зорлағанын білдің. Ені оны өз қолымен өлтір, жазасын бер. Сол кезде жиеніңнің қызыл жібі жоқ болып кетеді дейді. Бірақ детектив Ли апайдың өзін өлтірмекші болады да, әрине қолынан келмейді. Сомен детективтің әкесін өзі өлтіре салады. Дәл сол кезде Хён да осы әлемге келеді. Ли апай енді оны өлтірмекші болғаны сол еді. Хённың мамасы келіп қалады. Өлім аузында, қызым, менің де очкиім болды, мен де линияларды көре алдым, әкеңді өлтіргеніме сенің күнәң жоқ деп айтады. Ай, сосын мияшу болып кетеді. Ли апай Хёнды өлтіреді, одан қан ағып төбеге ұшып кетеді, қаны төбеге шарик болып жиналып жарылып кетеді. Ли апай ха-ха деп қуанып жатқанда Хён астына түсіп оны өлтіреді. В общем, сондай бірдеңе. Мы вдвоем выполнили свое предназначение. Енді мына өзіміздің әлемде барлық адамдар қызыл жіптерді көре бастайды. Адамдар линияны көргісі келмей, бәрі очки немесе шлем тағып жүрді. Негізі драма жақсы басталды да, бірақ соңы қуып кетті ма бірдеңе, я. Енді 1-2 теорияларды айта кетейін. Сериалдың соңында кім егер өліп қайта туылса, очки сызақ линияларды көре алады деп айтылып еді. Значит, Хён өліп қайттан тірілген болып тұр ғой. Сол үшін де очкисіз линияларды көре алады. Еще
көбісі негізгі линия S ол жыныстық қатынас емес, адамның жасаған күнәсі деп айтып жатыр. Бірақ мен бұған онша сенбеймін ше. Логикаға сай келмейтін сияқты. Жалпы бұл драма арқылы бізге не айтқысы келді деп ойлайсыздар? Лично мен адамдардың бәрі сырттан қалай көрінсе, ішінен де сондай деген сөз емес дегенді білдіреді деп ойлаймын. Мысалы, мені сырт көзден көріп, Диана видеоларыңа қарасам сен жақсы өсек айтатын шығарсың я деп күледі. Бірақ негізінде мен әжептәуір тұйық адаммын, өсек айту дегенге жоқпын. В общем, драма маған ұнады. Сіздерге ше, осындай краткий пересказдар көп болсын ба? Комментарийге жаза кетіңіздер. Ал сіздермен болған Диана Q, келесі роликте кездескенше.